Сіздермен бүгін біз творожный пирог жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Бізге алдымен ұн қажет болады, 230-260 граммдай. Бірақ ұнды осылай шамалап салып отырып пайдаланамыз. Ұнымыздың жартысын салған соң, оған 150 грамм майымыз салып, 3 қасық қантымыз салып, қолмен әбден езіп аламыз. Әбден барлығын осылай біркелкі езіп болған соң, бөлек ыдысқа жұмыртқамыз салып, 2 жұмыртқамызды оған 10 грамм разрыхлителіміз салып араластырып аламыз. Жұмыртқаны әбден араластырып болған соң, ұнымызға құйып, жұмсақ тесті жасайтын боламыз. Егер сұйық болып қалатса, қалған ұнымызды жаймендеп салып отырып, қамыр жасайтын боламыз. Енді біз бетіне құятын творогымыз жасайтын боламыз. Творог 450-500 грамм қажет болады. Менде 26-лық диаметрдегі тапа. Егер сізде тапаңыз кіші болса, ол кезде 350-400 грамм творог пайдалансаңыз болады. Творогқа осылай 2 жұмыртқамыз саламыз. «120-130 граммдай
қантымыз саламыз. Пирогқа әдемі ерекше дәм беретін үзгішоңғы салып жіберсеңіз болады. 2-3 қасық үзгішоңғы осылай құйып, оған тағы да үлкен қасықпен 1 қасық крахмалымыз салып араластыратын боламыз. Және де үлкен қасықпен 1,5 қасық қаймағымыз салып, барлығын әбден езіп аламыз. Мінекей творогымыз дайын. Енді біз қамырымызбен жұмыс жасаймыз. Қамырдан шамалап қана алып қоямыз. Бетіне әдемілеу үшін қалған қамырды осылай қолмен жаймен жайып шығатын боламыз. Қолыңызға жабысып жатса, ұнға қолыңызды малып жайсаңыз болады. Табамызға осылай бір келкетіп құямыз. Құймамызды құйып болған соң, мындай шетінде шығып тұрған қамырларды осылай қолмен басып шығамыз. Әдемі болып пісу үшін. Енді жаңағы алып қойған қамырымызбен жұмыс жасайтын боламыз. Осыны жайып аламыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес етіп жаямыз. Табамыздың бетін мене мысалы 26 диаметрде болса, 26 диаметр көлемде жайып алатын боламын. Осылайша кесіп алған соң барлығын творогымыздың бетіне қойып шығатын боламыз. Әркім өзінің идеясына қарай қояды. Енді мен осылай X етіп қойып шықтым қамырларында.
Қамырларды осылай бетіне әдемілеп қойып шыққан соң жұмыртқаның сарысын осылай жағып шығатын боламыз. Қызып тұрған пеште 200-250 градус Цельсияда 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Беті қызарғанда аламыз. Пирогымыз піскен соң пештің ішінде 15 минутке қалдырамыз. Сол кезде әдемі қататын болады. Мінекей, пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видео рецепт ұнаса лайк басып кетіңіздер.